2024 жылдың маусым айының ортасында тарихи зерттеу экспедициясын Ойрантөбе шайқасына арнаған едік. Ойрантөбе шайқасы Райымбек батырдың аты шыққан, қазақ батырлардың жалпы тізе қосып шайқасқан керемет шешуші шайқас болған. Бұл Жетісу жеріндегі 10 шақты шайқастың қорытындысы деп айтуға толық негіз бар. Осы шайқас 1754 жылғы өткендігі анықталып отыр. Райымбек батыр мен Қабанбай батырдың арасында хабаршылар жүрген. Мысалы, Райымбектің хабаршысы Бүйенбай деген азамат болған. Сол Бүйенбайды Қабанбайға жіберіп, Қабанбай өзінің хабаршы елшісін Райымбекке жіберген кезде келісім былай болған екен. Қабанбай батыр айтады: Райымбек батыр леден өткізбей, Алатаудың етегінде қалмақтарды жеке өз алдына батырлармен ұйымдасып талқандасын. Біз Тарбағатай, Шәуішек, Үржар, Еміл жағындағы қалмақтар талқандауға кірісеміз деген дерек Ресей архивінің құжаттарында хатталған. Міне сондықтан Тарбағатайдағы шешу шайқас пен Ойрантөбедегі шешу шайқас қатар жүріп жатқан, қорытынды қазақ жерінің жеңіске жеткізген және бір жола қазақ жерінен ығыстырып шығарған шешу шайқас екендігі анық. Міне осы шайқаста ұлы жүзден 110 батыр қолбасшылық жасап сарбаздарымен жорыққа қатысқан екен. Бұл туралы ерте уақытта өмір сүрген Қабылбек Сауранбаев деген ақсақал 90 беттік қолжазба жазған. Сол қолжазбаны ол кісі 30 шақты білікті батырлардың, билердің, тарихи тұлғалардың ұрпақтарымен жолықтым дейді. Сол кезде ерте сұрай бастадым дейді. 1920-30 жылдардан бастап сұрай бастадым дейді. Міне солай атадан балаға жеткен ауызша тарих айту дәстүрі бойынша Ойрантөбе шайқасына келіп қатысқан батырлардың есімдерінің бір талайын атап өтеді. Мысалы, Шапырашты Наурызбай батыр, Сатай батыр, Бөлек батыр, Жаныс Өтеген батыр, Шаншықылы Бердіғожа батыр, Сіргелі Тілеуке батыр, Қара батыр атанған. Міне осылардың барлығы Райымбекпен бірге ұйымдасып, жалпы бас қолбасшылықты 49 жастағы Райымбек батыр бастап шыққан екен. Сонда 3-9 әскери тәсілін қолданған. Бұл қазақ батырлары майданда қолданған ең жиі көп қолданған әдіс тәсілдің бірі болып саналады. Мысалы, ай қораланды, құйрық жеу, үлкар жарық, қоян қашты деген әдістерді қолданған. Соның ішінде жалпы майданға барған кезде осы 3-9 әскери тәсілін қолданғандығы байқалады. Бұл Ойрантөбе шайқасы 4 таудың аралығындағы үлкен жазық. Оңтүстігінде Алабайтал тауы жатыр. Солтүстігінде Бұғыты тауы, батысында Сөгеті, шығысында Торайғыр тауы тұр. Осы Торайғыр тауы мен Сөгеті тауының аралығындағы үлкен жазық Ойрантөбе деп аталады. Осы Ойрантөбеде шайқасқа кірерден бұрын Түрген жеріндегі қалмақтар талқандаған. Түргеннен қашқандары Сөгетінің үстімен асып өткен Қалмақ асуы деген асу болып айтылып қалған. Қазір үлкен сол жерде мынау тарихи орын деп айтуға болады. Сол Қалмақ асуынан асып Секер ханның ордасына жиналған. Бұл жерде Ағанас, Секер, Хорен деген билеушілері қарсы тұрған қазақ жасағына. Сол ең басты билеушісі, ұйымдастырушы Секер екен, осы Торайғыр тауы мен Сөгетіде тұрған ордасы. Осы жорыққа барған кезде оң қанатты Шапыраш Сатай батыр бастап барған. Ортасынан Торайғыр тауындағы шатқалмен кірген Албанның қарт батырлары мен Райымбек батырдың өзі болған. Солтүстігінен Шаншықылы Бердіғожа, Сіргелі Қара Тілеуке батырлар кірген екен. Солай екі жағынан айналып қоршап батырлар келгенше 3-9 әскери тәсілімен ортасынан ертерек кіріп қойған Райымбек батыр Секер ханның бірнеше батырымен жекпе-жекке шығуға тура келген екен. Сол бірнеше жекпе-жекті өткізіп, бір қатар қалмақтардың басын алып тұрған кезде екі жақтан да қол айналып жеткен. Жаңағы оң қапталдан барған Сатай батырдың қолы, солтүстігінен барған Тілеуке Қара батыр мен Шаншықылы Бердіғожа Ердес батырлардың қолы. Міне осы жерде қиян кескі шайқас болып, шамамен 15 мыңға 15 мың
әскер қарсы тұрған, ойран төбе бекер аталмаған осы жердегі шайқаста қаза тапқан Райымбек батырдың, ұлы жүздің батырларының жерленген қорымы қазіргі Торайғыр тауының етегінде сақталыпты. Сол жерде зерттеу жұмыстарын жасаған кезде Айырлы деген асу бар. Сол Айырлы асуы Қопа қыстағы жағында Райымбек батырдың жерленген 300-ден сарбаздарының қорымдары анықталды. Және бұл жерден ертеректе мылтықтың 2 оңғысы, 15 шақты жебенің ұштары ертеректерде табылған. Сол жәдігерлер қазіргі уақытта Сөгеті музейінде Мұхаммед Исабеков деген жаңағы өлкетанушы ағаның жинастыруымен осы найзаның ұшы бар басқа заттар Сөгеті музейінде сақталып тұр. Сол Мұхаммед Исабеков кезінде жас күнде Шынжырбайдың сазы деген жайлауға барады екен. Шынжырбайдың сазында 104-ке келген қариялар бұрынғы тарихты айтып, сонда шежірені айтып отырады екен. Сол уақытта осы ойран төбе шайқасының шын мәнінде өткендігі және оған ұлы жүздің батырларының сарбаздарымен жиналып келгендігі анық айтылғандығын ол кісі өзі де бір мақала ретінде жариялапты. Оны бізге де сұхбат барысында айтып берді. Одан басқа Әбен деген азамат сол жақта өмір бойы тұрған, дүниеге келген. Сол Әбеннің әкесі кезінде мынау Сөгет совхозын құрған үлкен қариядан болған екен. Сол төңіректің тарихын бұл кісілер жетік білетін адамдар ретінде осы ойран төбе шайқасының шын мәнінде өткендігі, оны бұрыннан естіп жүргендігі туралы анық мәліметтер сұхбатта берді. Және оған қосымша деректер қаралды. Осы зерттеу барысында оның жер жағдайы, сол жерде жерленген батырлардың қорымдары анықталды, таңбалары бар. Міне сондықтан осы ойран төбе шайқасы тарихта өткендігі анық. Және ол жырда былай деп айтылады: секер барақ жойылды, ойран төбе ойылды, Райымбектей батыр кеп, алмадай үзді мойынды дейді. Міне осы Райымбек батыр бастаған қазақ жасағы ойран төбе шайқасында, шешуші шайқаста жеңіске жеткеннен кейін олар ары қарай Темірлікке, одан ары қарай Шәлкөде, одан ары қарай Сүмбеден Құлжаға қарай қашқан. Міне Құлжадағы Жұлдыз деген ойпатқа дейін қуып тастайды. Қуып тастап келе жатқан кезде Райымбек батыр мен Ердес батырлар ақылдасады. Сол кезде Райымбек батыр айтады: таусыз жер, даусыз ел болмайды екен. Сондықтан кейін келіп біреулер қазақтың жерін даулап жүрмесін. Сондықтан біз бұл жерге, жердің шетіне, Сүмбе өзенінің бойында белгі орнатайық дейді. Ол белгі қандай болады деген кезде Райымбектің жаңағы ақылдылықпен айтқан шешімі: мынау Тұзды көл деген көл бар дейді, Шәлкөдегі асатын жерде. Сол Тұзды көлдің жағасында қызыл тас бар дейді. Сол қызыл тастан біз арбалап тасиық, сол жерде атпен түйемен. Сол қызыл тастан үлкен оба тұрғызайық. Сол қызыл оба кейін Райымбектің қызыл обасы деп аталып кеткен, қазіргі Қазақстан мен Қытай шекарасында тұрған қызыл оба. Міне бір кездерде осы қазақтың жерінің шетін белгілеген Сүмбе өзенінің жағасындағы Райымбектің сарбаздарымен жинап көтеріп кеткен қызыл обасы. Бұл өте үлкен тарихи шешуші шайқас болған. Осы шайқастан кейін жетісу жерінде қалмақтар табан тіреп тұра алмай, ары қарай бұрынғы өздерінің ата қонысы Үрімжі, Құлжа жағына қаша түскен. Және қазақтың жері қазақ батырларының ерліктерінің нәтижесінде азат болып, кейін осы азат болған жерге қазақтың ру тайпалары біртіндеп қоныстанып, қазір Қазақстанның осынша алып территорияны иеленіп, ұрпағын өсіріп отырғаны, мал бақса, егін салса, барлығы осы батыр бабаларымыздың арқасы екендігін ұмытпауымыз керек. Сондықтан әрқашан батыр бабаларымызды ұлықтап, олардың ерлігі жөнінде, осы отан қорғаудағы шайқастары жөнінде жас ұрпақ пен халыққа нақты мәліметтерді айтып отыруымыз керек. Ол біздің азаматтық парызымыз деп білеміз.